Түркістан жыршылығын Наурыз мерекесін ерекше салтанатпен тойлап жатыр. Этно ауыл кешені әнмен күйге бөленіп, мерекені қызықтаған көпшілік ұлттық ойындарды тамашалады. Түркістан төріндегі ұлттық ұлық мерекеге әріптесім Айнұр Әбілқасымқызы да куә болды. Жер ана босанып, қытымыр қыстан құтылған Түркістан жұрты ұлыстың ұлы күнін ерекше қуанышпен қарсы алуда. Кесене маңындағы этно ауыл кешенінде ұлан асыр той. Этно бірлестіктер ұлттық киімдерімен мерекені айшықтап, өнерлерін ортаға салды. Дастарханда осындай бидайды өсіреміз, еліміз байлы болсын деп, байлығымыз болсын, мол болсын, дастарханымыз әрдайым нанмен тола болсын деп. Көктемнің шуақты мерекесін тек түркістандықтар ғана емес, еліміздің басқа өңірлерінен келген меймандар да тамашалады. Олар оңтүстіктің жайма шуақ табиғатына ерекше тәнті. Біз міне Көкше өңірінен келіп қалыппыз, осы жолымыз түсіп. Бүгін міне мынау Наурыз тойы болып жатыр екен, соның үстіне түстік. Бәрі өте керемет, жақсы болып жатыр. Бізде әлі қыс болып жатыр, боран болып жатыр. Ал мына жақта бәрі жап-жасыл шөптер екен. Наурыз мерекесі қарсаңда Түркістанда туристік маусым ашылды. Су бетіндегі сахна мен мерекелік шоу қойылымдар көпшілікке қайталанбас әдемі көңіл күй сыйлады. Біздің жігіттер, ұландай біздің жігіттер, Мен Болгариядан келдім, атым Шасине. Наурыз мерекесі мен барлық Қазақстанда тұратын адамдарды құттықтаймын, денсаулық тілеймін, вообще-то барлығы жақсы болып кетсін. Биыл өңірде ұлыстың ұлы күні 10 күн бойы тойланады. Әз Наурызды Түркістанда қарсы алу өзге қаланың тұрғындары үшін дәстүрге айналып келеді. Мереке күндері мұнда туристер көбейіп, қонақ үйлерде бос орын қалмайды. Кейінгі кездері шетелдіктердің де көне шаһарға деген қызығушылығы артқан. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.